Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен чебурек пісіретін боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызға кішкене тұзымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды ұнымызға бөле отырып, қосып, осылай шаншқының көмегімен араластыратын боламыз бастапқыда. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап ұюын қандырып, қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, оны пакетке салып, холодильникке қоятын боламыз. Холодильникте жарты сағат тұрғанша біз салмамызды дайындайтын боламыз. Әркім өз қалауынша жасаса болады. Мен үйде кішкене балаларға жасағандықтан осылай картоппен жасағаны жөн көрдім. Бізде етпен көбіне жемейді, сіздер фарш қоссаңыздар болады. Әркім өз қалауынша жасаса болады. Осылай картоптарымызды езіп, үстіне өз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Жарты сағаттан кейін осылай қамырымызды алып, кішкене дөңгелектерге бөлетін боламыз. Сіздер бұдан үлкенірек қылып жасасаңыздар да болады. Әркім өз қалауынша жасауға болады. Міне барлығын осылай дөңгелетіп болғаннан кейін біртіндеп жаятын боламыз. Жұп-жұқа, жұп-жұмсақ, өте нәзік қамыр болып шығады. Біз не құрылым жұқа жайсақ, сол құрылым біздің чебурекіміз әдемі шығатын болады. Осылай жұқа етіп жайып алғаннан кейін арасына салмасын салып, шанышқының көмегімен бекітетін боламыз. Менде осы бөлігі кішкене камерадан алыстау түсіп қалыпты. Артық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Негізі олай жасау міндетті емес. Міне бізде осылай болып шығу қажет. Екінші қамырды да дәл солай етіп жайып аламыз, жұқа етіп. Осылай салмасын салып, оны да шанышқының көмегімен бекітіп, артық жерлерін пышақпен кесіп алып тастайтын боламыз. Қызып тұрған майда екі бетін аудара отырып, пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің чебурекілеріміз дайын, өте қытырлақ болып, әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жібек, мені көргендеріңізге рахмет.